Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тойға өлең айтуға, тойда өлең айту үшін запись жаздыруға бара жатырмыз. Менің екі қайыным және менің абысыным екеуміз өлең айтамыз, екі өлең жаздырамыз. Қанша уақыттан бері ұлдармен дайындалдық. Енді негізі бір ай бұрын жаздырамыз деп ойлағанбыз, бірақ онымен ақша ауыспай қалды. Енді жаздыратын болып жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз келсек, бір кісі запись жаздырып жатыр екен. Сол үшін соны күтейік дедік. Осындай бір әдемі студияға келдік. Бұл студияны Инстаграмнан тапқан болатынмын. Әзірге күтіп отырдық. Кейін студияға кіріп, екі баланың записін жаздыру үшін ең бірінші өлеңді іздеп, жаңа музыкант өлеңді қарай бастады. Кейін екі балаға бастапқыда өлеңдерін айтқызып көрді де, бірден мен бұл екі баланың записін жазбаймын деді. Себебі енді екеуінің дауыстары енді қазір видеода көретін боласыздар, бірақ жалпайып, әйтеуір әрең дегенде көндірдік. Сөйтіп бізге керемет қылып жазып берді. Қағазын қайда? Телефоннан ашиш. Арқан пейіл ғой, пейіл. Сөйтіп музыкант екі қайын ініме кезекпен кезек өлеңдерді қайталатып айтқызды. Негізі айтатын өлеңдерін сіздерге тыңдатайын деп ойлаған едім, бірақ YouTube авторлық право береді екен. Сол үшін де қайын інілерімнің айтатын өлеңін сіздерге толықтай естірте алмаймын. Бірнеше рет үлкен қайын ініме, одан кейін кіші қайын ініме қайталаттырып айтқызды. Бұл жерде енді музыканттың еңбегі, музыканттың күші зор деп айтар едім. Біз негізі бір жарты сағатқа келіп өлең жаздырып кетеміз деп ойлағанбыз, бірақ бұған қоссаң, наоборот, бұған төмен болуы мүмкін да. Біздің өлең жазуымыз 1,5 сағатқа созылып кетті. Себебі 1 сағат бойы музыкант осы қайын інілерімді дайындады, содан кейін барып записпен жазды. Екеуіне екі түрлі таныс болады. Сосын тек тойда айтқан атта бет-бет тұрады да. Жоқ, таныс, мысалға қараңыз, короче, тон жарым мына бала айтады да, содан кейін мына баланың партиясына келгенде түсіруге болмайды дегеннен кейін кейбір моменттерді ғана бүйтіп рұқсат сұрап түсіріп алдым. Негізі балалармен бірге музыкант 1 сағаттай бірнеше рет қайта айтқызды. Содан кейін барып кабинкаға кіргізіп өлеңдерін айтқызды. Кіші қайын інім примерно 3 рет айтқан шығар қайталап. Енді үлкен қайын інім өте үлкен уақытты алды. Енді мына музыканттың шыдамдылығына, сабырлылығына қатты риза болдық. Негізі мүлдем жазбайым деген болатын. Егер мысалы болашақта мына записті кім жазды дейтін болса, менің атағыма сын келеді деді. Кейін мен айттым, ең бастысы тойда, енді өзінің туған ағалардың тойында айтпағанда қашан айтады, ең бастысы бізге әдемі қылып жасап берсеңіз болды, ешқандай претензия болмайды, барлығына да ризамын дедім. Сөйтіп әйтеуір көптеп көлемдеп осы записті жаздық. Одан кейін екі баланың записін жазып болғаннан кейін мен және абысыным екеуміз тағы да өлең айттық. Біз келінді кіргізетін өлеңді айтатын болып шешкен болатынбыз. Мен өлең айтқан кезде мен ешкім видеоға түсірген жоқ. Сол үшін мен кішкене отрывок болсын деп өзім видеоға түсіріп алдым. Кейін бұл менің абысыным, тоже самое. Абысыным өлең айтқан кезде маған видео түсірмей-ақ қой деді музыкант. Сол өлең айтып болғаннан кейін барып абысыным бар екенін білдірейін деп видеоға отрывок қылып түсіріп алдым. Қайын інім бір әнді, абысыным екеуміз тағы бір әнді, екі әнді жаздырып шықтық. Кейін дайын болған кезде записіміз өте қатты ұнады. Видеоның соңында тойда айтқан өлеңдерімізді салып қоямыз.